Қалайсыз мама? Анау балалар келіп қояды тұратыңдар. Шымкенттен ше бірге келгенбіз ғой. Болды, әңгіме қылып жатырсыз. Қайтадан кетеміз ше. Қалайсыздар, саламатсыздар ма? Келіңдер. Осы кісілер бір-екі сағат отырып қайтамыз ше. Ринаттың достарысыңдар ма? Ринат өте жақсы бала. Ақылды, өте дарынды, талантты. Қолынан келмейтіні жоқ. Шындықты айтпай ақ қой. Артық қылығы болмаған ғой. Кішкентайынан артық қылығы болмаған ғой. Негізі Ринат папасына тартқан ғой. Папасы да өнерлі адам еді ғой. Клубтан шықпайтын еді ғой. Сахнадан түспейтін еді ғой. Вообще. Ринатты қаладан клубтан шықпайды ғой. Неше етіп өнер көргенбіз қалада. Wi-Fi бар ма үйде? Wi-Fi не қыласың? Джокер боп дейтін магазин бар ше. Гигабайттар арзан ше. Актив, Билайн, любой номерге сатып бере береді ше. Инстаграм, WhatsApp'да бар, жазсаң сразу жауап береді. Содан сауаласай. Жалпы биыл Ринат үйлендірсек, жақсы жерден бір қыз болса деп отырмыз енді. Үйлендірсек? Оны шатыр әйел мен бала ше. Тыныштық па? Не айтты? Мен есіме қалдым ба? Жақсы тұрайық. Ай отырыңдар, бірдеңе дедіңдер ма жаңа? Ой отырсын тұрсын, қазір келдіңдер ғой. Не бүйтіңдер, отырыңдар. Жоқ. Ринат, сен қалайсың? Когда әпшең жігітімен кездескенде? Қазір жезеңмен жолуға барам, тыныш отыр. Не боянбаға сен тұрың бұндай емес еді ғой? Ja, сөйтіп қалып кеткенбіз ғой жаңа. Бай. Ана ешектің күлкісін шығарса үйдегі. Ай, шыбын, қорқам. Бай. Кеше соседтің итін өлтіріп тастағанда ғой? Еше саған үрген де жоқ ол ит. Шеше. Ай, тырнағым Не шағым, болды тырнағым ауырып қалды, мына жерден кетті, қарашы. Кеше көкпарды аттың астына алып кеткен ғой? Тырнаққа ойылып отқан еш? Аңқып деген жоқсың кеше? Ертең 15-інде концерт болады ше. Садырадин Қазыбек еңлік келеді, соған бар еғи. Қой Садырадин өлеңі, Садырадин өлеңден жақсы көріп жалаған бар. Ай бе. Айтыс көретінен ғой сен. Телме тыңдамасаң құтай алмайсың ғой. Садырадин деп қояды ғой. Дүниенің мысалы. Да де қой. Керегі жоқ Когда бір күн тренировка істедім. Кешірші брат, байқамай қалым ше. Абайласай, олай қайтыламасын. Бол, кешірдің. Негіз не қылатсыңдар? Сол түніміз өзің не алатсың? Сол, айналып. Тренировкаға баратсың ба не? Қатты білім тұрма. Крыласына шығып қой, я? Оңай болмады бірақ. Шығыпты, я? Макгрегорды ақ қояды ма? Шина ақ қояды ма? Иқтай салу керек еді. Сәл денелерін салбырап кеткен ба? Бот дейіп. Апшалай, шашым. Сөйлеп атыр қой. Немене бәлі ол? Сөзді бөл. Тарифім бітіп қалған еді. Ой, дәп оны жырғып атсын. Гетсіреп дейтін магазин бар ғой. Гигабайттар арзан ше, любой номерге сап береді. WhatsApp, Telegram да бар. Содан сабаласай. Сонда гигабайт сабасын деп болды. Отай бересіңдер ма телефон шұқылап? Жұмыстарың жоқ. Істеп атқан істерің жоқ. Тренер денелер анау бот дейіп. Үндемеген сайын, бір жыл тренировка барсың, өлтіретін жарсың бәрімізді. Үйіңдегілер ұрып соқпаған болса, бір қадам алдыға. Қызың көзіңе шөп салмаған болса, бір қадам алдыға шық. Шетелге шыққан болсаң, бір қадам алдыға шық. Кредит, займ, белгілі ломбардқа кірмеген болсаң, бір қадам алдыға шық. Праваң болса, бір қадам алдыға шық. Каспиің ашық болса, бір қадам алдыға шық. Когда өмірің айлығыңа байланысты. Ана күн май жағып кеткен аяғымда сағаным полный істемей жатыр ше аяғым. Емделмейсің ба енді? Айлық тұсында. Алдым жүріп жатқан қыздың не қылдың? Оны алам ғой, айлық тұсында. Ағанда оның 2 баласы бар ғой. Мен алдым оны, тойға өтсей. Сен ақ қойдың ба? Ол тойға өткенде айлық тұсында. Ертең туған күнің ғой, істейтін шығарсың. Жоқ, сол күн істей алмаймын ше. 20 күннен кейін ба істеймін ау, айлық тұсында. Әте, жеңшем толғатып жатыр. Толға тағалып тұр. 11 ай болды. 11 ай болды. Иә. Айтып сал күтсін. 12 ай қаласың да, айлық тұсында. Жүрегім кетіп бара жатыр. Әке қаяқ кетіп барады. Қоя тұр. Ертең ақысыз ақысы жоқ ше. Сәл күтің, айлық тұсын. Түсе ма? Күтейік сәл. Күтейік онда. Когда әпшең түймедей түйедей қылады. Ай, Ринат, скоро шағаш қолыма тікен кіріп кетті. Инфекция түсіп, зомбиға айналып кетуі мүмкін. Ай бе, сонда шеге кірсе сразу көме береді екенбіз апарып. Яңыз зарядкалар толғаннан кейін суырып жүріңдер е. Үйден өрт шығып ертең халық жоқ болып кетпесін. Не деген зарядчик ол қаланы жоқ қылып жүреді. Граната болса аяғы ашып кететін жарсың. Өлә, машақ абайланышы, талап тастамасыншы. Немене байламашы ғой талап тастайтын. Итпен бұдан да асып туған ба? Аю көзі не істейсің сонда? Ринат, айтпақшы қыз келді ғой, шинаны ауыстыру керек. Ертең тайып кетіп, КамАЗдың астына түсіп мыжылып өліп қалмайық. Ой, сонша жығылған дейсің, Freedom Drive шиналары бар ғой, таң қарасаң.
2 жыл кепілдігі бар. Қазақстанның қай жеріне болсын тегін жеткізіп береді. Біздің Шымкентке де Freedom Супераптан тапсырыс беріп қойдым. 20% кешбек қайтарып берді. Сонша жүргізіп жібердіңіз ғой. алдың үйленеміз деген қыз не болды? Үйлене ма құдай қаласа енді. Ол той жасау оңай емес. Ертең алып тойда свет өшқап, палауың күйіп кет, тойын ете шабып атпасын. Қойыңызшы, немене бөле? Когда үйде абыройың жоқ, достарың айтпай келіп қалды. Ама бір-екі жолдас балам береді, қалада екен бір күн жатып кетсінші. Осы балдар ғой, мама бір күн жатады. Болды, қайтады. Бір-ақ күн. Осы кісілер. Саламатсыз вообще. Саламатсыз вообще. Саламатсыз вообще. Саламатсыз вообще. Саламатсыз вообще. Осы кісілер ғой, я. Сана білесің ба? Арасында помощьтар да бар сияқты ғой, иә? Жолдан келген деді, мама, бұл кісілер достарым ғой. Маған кешке бермесілес деді ғой, соны жылытып берейік. Ай вермешең ят болар ау. Ұзақ жолдан келді ғой, өсі күнген әулетпіз. Нәмесіміз бар. Иә. Ана қатқаннан бар еді, бекерге мал кетіп қалады. Соны суға жігіт бере салды да. Соны бере саламыз, иә. Бұл балдар енді мен бөлмеме жатсын бір күн енді. Сен білмеген квартираны тұрап қойғанбыз. Апсатсыздар ма? Ысқылады, ысқылады. Ей, ода зат тола ғой. Толтырып қойды. Қорашы, қор жататын. Қой тола ғой ерде. Қой тола ма? Көшеше, көше. Көшеге жата береміз. Асфальт сабатырмыз ғой ерге. Асфальт сабатыр. Жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жақсы сау бол. Жақсы сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мен жататын жерім жоқ екен ғой. Когда общеңнің жеріктігі басталды? Келдік общең. Айта берін, не жейсіз? Жерік болып жатырмын жаман. Тірі балық әперші, тірі балық жегім келіп жатыр. Қалай жерік боласың? Тірі балық емес, пісірмейміз бе оны? Жегім келмей қалды. Сабын бар ма, сабын? Қаршылдатып жегім келіп жатыр. Қалай көтергенсің? Ана жиенің ғой енді мен еріккеннен дейсің ба? Бір темекі шеккім келіп жатыр. Бұрқылдатып. Немене бөлу? Қайдан болады екен де ертең иә, қошыма? Шөлдеп жатырмын ше. Арақ бар ма, арақ? Арақ шекеміз. Негізі точно көтергенсіз ба? Конечно. Бір тексертіп қайтайық та. Немене бөлу? Мына жер бір түрлі болып баратыр ше. Шегеміз ба? Шөп бар ма, шөп? Ертең күшік толып тұрмасын вообще. Ертектегідей. Екеуі қылып бүйтіп жүрмейік. Ай, Ринат, бұның бәрі жетіскеннен дейсің ба? Осының бәрі жетіскеннен дейсің ба? Уайымнан ғой. Немене бәле уайым ол? Бұз жүрек не адамды? Ринат, былай, короче, әңгімені ашығын. 18 желтоқсан күні Шымкент қаласында үлкен мега жобаны ұйымдастырып жатырмын. Соны уайымдап бара жатырмын. Ана жүргізуші қанат миллион жүргізеді. Ана арамызда қалсын бәрі деп айтатын. Мөлдір Мұқанова келеді, Есқара келеді, Анар әпше келеді. Түрі жаман әншілер, бишілер, блогерлер, түрі жаман жоба болайын деді жаңа жылдың алдында. Соны уайымдап қой. Дұрыс. Оны төрінде отырады екен де тойхана. Қайдағы? Үйде отырасың, бармайсың сен. Мен жездеммен сөйлесіп қайтасың. Ей, Ринат, барасың, конечно, төрде отырасың. Когда інің тиктоктың ішінде өмір сүреді? Өзіңше сондай түк салып алдың и ойсай болды и өтіп таңғала бермесе солай Былайша билей бермедің бе? Өз көтің амал дейді ғой. Бір жылға кешірем. Бағана не айттым? Көңілімді түсірдің ғой жан. Ұнатпасаң бетке айттысың. Бұдан кейін көзіме көрінбеш, аузыңды айырып жібереме. Бопты, кто ми? Ты ешакский. Құр шеше көзіме көрінбе. Бүгін түнде сені өлтілем. Сөйтші. Когда сен папаңмен мама арқылы сөйлесесің, папа әйел арқылы сөйлесің. Не болып кеттіш? Мама, папаға айтыңызшы, сәл кешке келемші түнде. Папасы, Ринат кеш келем дейді. Ей, айтана балаңа, 11-ден кешікпесін. Папаң кешікпей 11-де келсін деп жатыр. Немене мына екеуі бір-бірімен сөйлеспейсіңдер ма? Папаға айтыңызшы, бір 5 мың теңге беріп тұрсын. Папасы, Ринат 5 мың теңге беріп тұрсын деп жатыр. Сен кәсіпейінге сап жүрем. Айт сосын қайтарып берсін. Ринат, кейін қайтарып берсін деп жатыр. 15 мың қып. Неме біле бұл екеуі бір-бірін түсінбейсіңдер ма? Осы ше? Мама, папаға айтыңызшы, машина кілтін беріп тұрсын, қазір 1-2 сағатта келемші. Папасы, Ринат кілт беріп тұрсыншы деп жатыр. Ей, қайға бармақшы ол? Мә, жайыдасын айт балаңа. Ма? 1-2 сағатта келдің ғой. Неме біле бұл? Екеуің бір-бірін еспейсіңдер ма? Ринат, шыпысып кетті ғой, кино ма көру еді. Сен не ойнаматсың? Февордый кроссворд дейтін ойын ғой. Тартып берші ма анда? Былай тартасың ғой. Короче, интернеттен көріп қалдым да, апсыраға көріп, Филвордый кроссворд деп жазып, бірінші шыққан ойынды тартып алдым. Қазақтар шығарған ғой. Ішіне кірсең ағылшынша, орысша, қазақша түрлері бар, неше түрлі деңгейі бар. Сөзді тап дейтін ойын ғой, ой серіктесін. Үйде отырған қолы бос кісілерге таптырмас ойын. Өйстіп тартасыз ғой. Оп оңай негізі тарту. Жақсы екен, папаңа тартып берші. Өзі тартып алсын да, қолы бар шығар. Ай, мамасы, естідің ба? Дәурен баласының қолын сындырып тастапты ғой. Мамасы сөз қайтарған үшін. Енді больницада жатыр екен.
А қолын сындырып тастаған ба? Онда жайлап тартып бере салайын ойында. Папаға айтыңызшы, телефон беріп тұрсын. Папасы